қыз кезінде красавица болады, өте әдемі болады да, ал күйеуге кетеді, бір жылдың ішінде қартайып кететін қыздар бар. Дер кезінде ұйқыға кетіп, таңертең ерте тұрған дұрыс болады. Ол балаға да қатысты, ол ересек адамға да қатысты. Күйеумен контакт жоқ деген нәрселерді естіп жатамыз. Сонда ол еркектің тестостероны төмендеуі деген сөз. Тұрмыстық жағдай демей, енді бір бала туды, екі бала туды, біртін қолға алу керек қой әйел адам өз-өзін, иә. Қазіргі жас балаларда қолтық сасиды. Неге қолтығы олардың терлейді? Жап-жас бала сұмдық қой бұл. Қайтадан тағамдануға келеді. Питание, иә, ол тағамдану ерекшелігіне байланысты. Бір наркоман сияқты қазіргі балалар үйді отырады деп айтамын. Сол кезде ғана түсінеді да. Ананың қалқанша безі дұрыс жұмыс істемейтін болса, ол құрсақтағы балаға әсер етеді. Бұл деген катастрофа ғой уже. Бұл деген баланың ұйқысы режимі жоқ дегеніміз, ол қандай ауруға алып келеді? Ең бірінші ауруы бұл бой өспей қалады. Сонда біз өз баламызды улап жатырмыз, иә. Ал енді осылай тәтті жеген, кішкентайынан бастап тәтті жеген баланың өмірі болашағы қалай болады? Жақсы болады деп айта алмаймын. Скрытый половой член деген нәрсе бар. Сол диагноздармен келіп жатады. Кәдімгі кішкентай балаларды, 8 айлық, 6 айлық балаларды ашып қалсаң, вообще ачубайлары кішкентай вообще кіріп кеткен уақыттар болады. Сәлеметсіздер ма, біздің YouTube каналының оқырмандары? Бүгінгі біздің подкастымызға еліміздің ең мықты эндокринолог маманы, номер 1 дейміз, Қазақстанның ең мықты профессоры және де эндокринолог врач маманы Ержан Сабиталиевич біздің подкастымызға қош келдіңіз деймін. Қазақстанның ең мықты деп неге мен сізді айтып жатырмын? Өйткені сіздің өзіңіздің методикаңыз, өз методикаңыз бар. Өйткені қаншама біздің Қазақстанның жұлдыздарын емдеп жүрген өзінің методикамыз, қалқанша безді авторлық методикасымен емдеп шығып жатқан біздің бетке тұтар қазақ елінің мақтанышы профессор Сабиталиевич, қош келдіңіз. Рахмет, Лариса ханым. Мен ойлаймын, енді кез келген адамға тиіп жатқан септігіміз, оның салдарынан ем алып, ол емнің нәтижесінен шипалы болып емделіп кетіп жатса, одан артық асқан байлық та жоқ шығар, асқан бақыт та жоқ шығар. Керемет, да. Енді мен жаңа айтып жатырмын ғой, мына авторлық методикаңыз бар деп жатырмыз. Қазір қанша безді баяғыдай тонналап таблетканы ішіп, гормондық жаңағы таблетканы қабылдайтын еді. Қазір оны да өзіңіздің жаңағы методикаңызбен емдеп, адамдарды адам қатарына қосып жіберіп жатса десеңіз де, ол артық айтпаймын. Неге? Өйткені біздің қаншама керемет атақты жұлдыздарымызды да емдеп отырған мықты дәрігердің бірісіз. Енді қазір мен сізден сұратым, қазір қай жерде қабылдап жатсыз? Қазақстанның қай жерлерінде қабылдайсыз? Өзің клиникаңыз туралы сол ақпаратты бізге беріп кетсеңіз. Мен енді қазіргі таңда 5 қалада қабылдаймын. Соның бірі осы Алматы қаласында Қабдолова 26 авиценна клиникасының құрамында қабылдаймын. Сол жерде жеке өз басым бөлініп қабылдап отырамын. Ол күнделікті сағат таңғы 8-ден түскі 13:00-ге дейін қабылдау жүзеге асырылады. Одан кейін менің сараптамалық жұмысым бар. Сол себепті осылай кесте реттелген. Одан кейінгі қабылдайтын қала бұл Шымкент қаласы. Шымкент қаласы Қонаева 38-де қабылдау жүзеге асырылады. Ол үшін алдын ала барлық уақытта администратор номер белгіленіп қойылады, алдын ала жазылып қойылады. Сол кесте бойынша барып Шымкент қаласында қабылдау жүзеге асырылады. Астана қаласында жүзеге асырылады. Отырар ықшамауданында, Отырар көшесінің бойындағы 4-2 үйінде қабылдау жүзеге асырылады. Сонымен қатар осы айдан бастап Қарағанды қаласында қабылдау реттеліп жатыр. Және де Ақтау қаласында қазіргі таңда батыс өңіріне Ақтау қаласында басталып жатыр. Енді болашақтағы жоспар бойынша бұл Атырау, Ақтөбе қалаларында, Қызылорда қалаларында жоспарланған. Керемет. Енді сіз енді эндокринолог маманы болғандықтан бізде көбінесе менің пациенттерім айтайыншы, өзімнің пациенттерім көбінесе осы гормондық нарушениемен жаңағы қылқанша без деп жатамыз, зоб ауруы, былай айтқанда, неге қазіргі уақыттарда осы көбейе бастады? Қазіргі балалардың өзінде, аналардың өзі, айтпағанда балалардың өзінде қазір қылқанша бездермен диагноздармен келіп жатқан балалар бар. Ал енді қылқанша бездің жаңағы ауруын анықтау, ол қай уақыттан бастап анықтауға болады? Және де біз айтамыз ғой, мысалы 3-те, 13 жаста бұрын сондай болатын, өзіңіз білесіз, подростық кезде болатын. А қазір енді кішкентай балалар, емізулі балалардың өзінде сондай проблема болып жатыр. Бұл неліктен деп ойлайсыз? Қай уақыттан бастап анықтай аламыз? Енді анықтау процесі бала ананың құрсағында жатқаннан басталады.
Себебі ананың денсаулығын біз Қай триместр? бірінші триместрде міндетті түрде ана денсаулығын тексеру барысында, скрининг тексеру барысында ТТГ гормоны анықталады. Ол бір. Себебі егерде ананың қалқанша безі дұрыс жұмыс істемейтін болса, ол құрсақтағы балаға әсер етеді. Себебі баланың қалқанша безіне жүктеме келтіреді. Сол себепті нагрузка жасайды. Сол себепті бала бірден ауру туылып қалуы мүмкін. Сол себепті қандай аурулар? Бұл қалқанша безінің сырқаттары, яғни қалқанша безінің жеткіліксіздігі көп жағдайда дамай бастайды. Қызметі жеткіліксіз болады. Екінші, бала туылған кезде роддомда бірден баладан ТТГ гормоны неонатологтар бірінші міне бала дүниеге келді, неонатологтар тексерді. Міндетті түрде ТТГ тексеріледі. Неге десеңіздер, қалқанша безі деген өзі кіп-кішкентай болып алып, бұл бәле орган. Да. Ең опасный, да? Несі. Сол себепті бәле болған кезде оның пысықтығын айтып тұрмын. Яғни ол бүкіл организмді реттейтін орган. Сол себепті бұл кішкентай болғанымен бүкілінде қожайын. Ертеңгі күні егерде бұның гормоны жетпей қалатын болса, онда баланың ой өрісінің дамуы, я болмаса оның физикалық дамуы, одан қала берді жыныстық жетілу кезеңінде жыныстық дамуы тежеле басталуы мүмкін. Осындай нәрселер болмас үшін міндетті түрде бала туылған сәттен бастап ТТГ-сі тексеріледі. Ал енді қараңызшы, бұл жерде көбінесе біз көп аналар біле бермейді, қарапайым адам біле бермейді ТТГ-ның қай уақытта тексерілетін. Мысал үшін медицина саласындағы кішкене білімі бар адам ол ТТГ-ны кәдімгі выпискадан жаңағы қарап оқып алуы мүмкін. Ал қалған простой адамдар, мысал үшін қара халық деп айтайықшы, қара халықтар олар біліп жатқан жоқ. Сонда міндетті түрде барлық балаға ТТГ тапсырылады ма или қалай? Міндетті түрде тапсырылады. Егер де өзгеріс болатын болса, онда бірден сол жерден бастап оны емге қосып жібереді. Енді қараңыз, осы жерде ТТГ-ның жаңағы положительный түрге болу керек па или қалай болады? Қалыпты деңгейде болу керек. Ол көбінесе 2 мен 4-тің арасында болады. Бірден басталады нормасы 4-ке дейін. Ең қолайлы жағдай бұл 2 мен 4-тің арасында болғандығы. Егерде ТТГ-ның мөлшері төмен болып, я болмаса жоғары, көп жағдайда жоғары болады. ТТГ дегеніміз бұл өзі гипофиздан бөлінетін гормон қой. Гипофиздан бөлініп, қалқанша безінің жұмысын басқаратын гормон. Сол себепті егерде қалқанша безі гормондары әлсіз бөлінетін болса, яғни жеткіліксіз бөлінетін болса, оның бастығы, яғни ТТГ гормоны гипофиздан көптеп бөліне бастап, қалқанша безінің жұмысын үдетеді. Сол себепті ол жоғарлаған кезде қалқанша безі қызметі төмен деп айтамыз. Керісінше ТТГ гормоны төмендеген кезде қалқанша безінің қызметі жоғары деп айтамыз. Сол себепті мен ойлаймын, барлық уақытта дәрігер кеңес бергені дұрыс, себебі бір кісілер жүргізіп жатыр осылай интервьюді, сөйтсе айтады, қалқанша безінен бөлінетін ТТГ деп тұр. Сондай мысалы кішкене үлкен қателіктер жіберіліп жатады. ТТГ қалқанша безінен бөлінбейді. ТТГ гипофиздан бөлініп, қалқанша безінің қызметін реттейді. Өте керемет. Ал енді тағы да бір сұрақ қояйын. Сіз жаңа ғана айтып кеттіңіз, бұл барлығын басқарады деп жатсыз, бұл гормон. Енді бұл жерде айтатын, қазіргі балаларда задержка речи дейміз, ЗПРР деп жатамыз, кішкене жаңағы өзінің қатарынан кеш сөйлеу балалар бар. Сол балаларды біз көбінесе жаңа консультацияға келген кезде біз эндокринолог мамандарына да жіберіп жататын уақыттар болады. Немесе біз ТТГ-сын Т4 дейміз, 4, Т4, Т3-ке біз анализ тапсырамыз. Неліктен задержка бар балаларда осылар кішкене положительный несі нормадан көп шығады? Бұл неге жауап береді, осыны айтсаңыз? Себебі қалқанша безі, жаңа мен айтып отырмын ғой, баланың ой өрісін дамуындағы ең негізгі фактор. Сол себепті егер оның қызметі жетпей қалатын болса, онда ой өрістің дамуы тежеле бастайды. Сол себепті бала қай ТТГ-да ма, Т4 ма? ТТГ қалқанша безін реттейді. Сәйкесінше Т3, Т4 түсіп кетсе, яғни төмен болатын болса, ТТГ жоғары болатын болса, сол кезде біз гипотиреоз деп айтамыз. Яғни гипо дегеніміз төмен, тиреоз дегеніміз қалқанша безі деген сөз. Қалқанша безінің қызметі төмендеген жағдайды гипотиреоз деп айтамыз. Ал енді төмендесе балада қандай задержка болады? Ол жерде задержка жаңағы енді ми
мидың дамуы, ми өрісінің дамуы шектеле бастайды, яғни тежеле бастайды. Тежелудің нәтижесінде баланың енді мидан шығатын белгілі бір ең бірінші бір қызметтердің бір оның сөйлеу мүмкіндігі, оның ойлау қабілеті, осының барлығы шектеле бастайды. Сол кезде біз задержка деп, енді егер де біздің себеп болатын болса, себебі қазіргі ЗПР дейміз, задержка психического развития, задержка речевого развития, яғни сөйлеу қабілетінің тежелуі, ойлау қабілетінің тежелуі, бұның барлығының негізінде әрине бірнеше себептер бар. Соның бірі, әрі кей жағдайларда жиілеп кездесетін жағдай осы қалғанша безі қызметінің төмен болуы. Сол себепті міндетті түрде осындай жағдай қалыптасқан кезде оның себепшісі қалқанша безінің төмен қызметі болып қалып, оны дер кезінде емдемеу баланы одан ары тежелуін одан ары үдетеді. Осындай жағдай қалыптастырмас үшін міндетті түрде қалғанша безінің қызметін тексеріп алғанымыз дұрыс. Ал енді біздер барлық қазіргі аналардың қателіктері мынау, задержка речи кезде олар барады да ЗПР қойып жатыр, біздің балам сөйлемейді дейді, ана врачқа барады. И көбісі келген кезде мен баладан не байқаймын? Келген кезде баланың толықтығы, тамақты дұрыс жемеу, слабыйлығы, энергиясының жоқтығы олай болып жатады. Сол кезде мен айтам, барыңызшы, ТТГ-ны тапсырыңыздар, Т4, Т3-ді барын тапсырып келіңіз деген кезде біреуінікі немесе жоғары болады, біреусінің кейбір балалардікі төмен болып жатады. Сол үшін мен анықтап, біздің қарагөз аналарымызға жөнделіп түсіндіру мақсатында сұрап жатқаным. Мына мен айтатын аналарға, құрметті аналар, міндетті түрде эндокринолог немесе өздеріңіздің білмей жатса, басқа врачтар өздеріңіз ТТГ мен Т4-ді тапсырсам болады ма деген сұрақтарды қойғандарыңыз жөн. Әрине. Тағы да айта кететінім, қазір кішкентай балалар, көбінесе біз кішкентай балалар зоб ауру деп жатырмыз, қалқанша безі кішкентай уақыттан басталып жатыр деп жатырмыз. Қай уақыттан бастап? Мысалы үшін бала, 6 айлық бала дейік, оның қандай белгілері бар? Именно зобы бар баланы қалай біз анықтаймыз? Енді зобы бар бала, жаңа өзіңіз де айтып жатырсыз, толықтық басталады деп, паратрофия дейміз. Паратрофия, ол перевес деп жүре береміз көбінесе. Міндетті түрде. Сосын ол бала вялый дейміз. Енді энергиясы жоқ, былай жылауға да қауқары жоқ, ұйықтай береді, өзімен өзі. Енді себеп қалқанша безі бұл метаболизмді қалыптастыратын гормондарды бөлетін орган, қызметі оның негізгі зат алмасу процесін үдетеді. Сәйкесінше, егер балада біршама сондай әлсіздік, енді орыс тілінде қолданғанда бұл вялость деп жатамыз, жаңағы бір солғын тартып, энергия жоқ. Мен көбінесе айтамын, бір наркоман сияқты қазіргі балалар үйретіп отырады деп айтамын. Сол кезде ғана түсінеді да. Ол біз әкесі сондай, шешесі сондай дейді, міне. Сол ғой. Әлсіздік, салмақ шектен көтеріліп бара жатыр. Содан іші қата бастады. Запор басталады, іші қата басталуы. Содан кейін енді қатты асқынған түрлері болатын болса, яғни дер кезінде мүлдем анықталмай жатса, ол қарлыққан дауыс шығарады. Деген балалар бар. Сиклосколаса дейміз. Сондай дауыс, яғни дауысының өзі де өзгере бастайды, жуандай бастайды, қырылдай бастайды. Міне осындай белгілерді егер орын ала бастайтын болса, онда міндетті түрде жаңа гормондарды, аталып өткен гормондарды ТТГ, Т3, Т4, оның бос фракцияларын біз FT3, FT4 деп белгілейміз. F дегеніміз бұл ағылшын сөзінен free деген сөз, свободный деген сөз. Сол бос фракцияларын тексеріп, сонымен эндокринолог маманның кеңесіне жүгінген дұрыс. Өте керемет. Қазіргі уақытта именно мына кішкентай балапандар деп айтып жатырмыз ғой. Жас өспірімдер деп айтайыншы. Жас өспірімдер бізде 5 класс сондай уақыттарда медосмотрдан өтеді. Вообще бұрынғы уақыттарда зоб ауруы жаңағы 5 класс, 6 класс, сонда бізде балалар қай уақытта 10 жас, 13 жаста болатын. Ертеректе басталып кетіп жатқан уақыттар бар ғой. Біз қай уақыттан медосмотрдан өтіп тұру керек, мысалы үшін аналар
қарапайым аналар, мысалы үшін ауылдағы отырғандар білмейді, балалардың белгісі қалай, сонда жаңа келген кезде мама тамағым түйіліп жатыр деп айта ма, көзінің сол белгілерін айтыңызшы. Ең бірінші екіге жіктеп алайық. Қызметінің артуымен сипатталатын сырқат, я болмаса қызметінің төмендегендігімен сипатталатын сырқат. Қалғанша безі төмендеген кезде бұл барлық зат алмасу процесін тежей бастайды. Яғни өсуі тежеле бастайды, біріншісі. Екіншісі яғни миға келген кезде ой өрісінің тежелуіне байланысты сабақ үлгерімі төмендей бастайды. Есте сақтау қабілеті төмендейді. Содан кейін барып ұйқышыл болып келеді, тез шаршағыштық басталады. Содан кейін барып теріге келетін болсақ, тері құрғай бастайды. Мынау шынтақта синдром грязных локтей деп айтамыз, сондай синдром айтады, кейбіреулер айтады, қанша жусам да моншада мочалкамен қанша сықласам да мына баланың шынтағы осы қарай кетпей қойды дейді. Оның барлығы ол оның кір қожалақтығынан емес, ол оның осы сырқатқа шалдығып қалғанының себебі болып қалуы ықтимал. Сондықтан аналар балаларыңыздың шынтақтары қарайып жатса, тізесі қарайып жатса, міндетті түрде оған мән бергеніміз жөн. Міндетті түрде. Сонымен қатар салмақ қосыла бастайды. Сосын тағы да қосып кетейінші, маған прямо барлығын сұрағым келіп тұр. Ер балалардың көкірегі өсу болады. Гинекомастия ма? Гинекомастия енді ол мынау жасөспірім кезінде мынау гормональды өзгерістердің, гормондардың әлі толық тұрақтамауынан сипат алады. Ол кезде мынау әйелдердің гормоны мен ерлердің гормонының толық бір келкіге келуі, то есть тепе-теңдіктің бұзылуының салдарынан дамуы ықтимал, біріншіден. Екіншіден, негізі көкіректің дамуында пролактин гормоны міндетті түрде тексеріліп тұруы тиіс. Себебі пролактин деген гормон бұл көкірекке жауапты гормон. Яғни пролактин негізі әйел азаматқа көбірек керек гормон болып саналады. Себебі ол ертеңгі күні ана болуға дайындалған кезде оның омыраудан сүттің шығуын қамтамасыз ететін гормон болғандықтан осы гормонға мән берген дұрыс сондай жағдайларда. Және жалпы негізі ер азаматқа тән, әйел азаматқа тән гормондар бар, соларды тексеріп тұру керек. Алайда мынау егерде қалқанша безі жағдайын айтатын болсақ, бұл жағдайда көбінесе біз керісінше салмақтың қосылып кеткенін жалпы тек қана көкірек емес, омырау ғана емес, жалпы толық организмнің жалпы салмақтың жоғарылап бара жатқан семіру процесі жүзеге асырылады. Соған назар аударуымыз керек. Ал енді керісінше қызметі жоғарылап кеткен жағдайда бұның барлығы керісінше жүреді. Бала мазасыз болып кетеді, ашуланшақты, нервный, кез келген нәрсеге ренжігіш болып қалады, жылағыш болып қалады, сондай нәрселері көбейе бастайды. Сонымен қатар азып кетеді, тершеңдік су болып терлей бастайды, шылқып терлей бастайды, жүректің дүрсілі күшейіп кетеді. Кейбір аналар айтады ғой, біз көп аналарымыз мындай қателік жасап жатамыз да, бірінші балаға көңіл аудармаймыз да, бәр фокусымыз кішкентай балаға қарайды да, кетші бар, миымды ашытпашы, аузыңды жапшы. Осылай ғой көбісі ата-аналар, бар өзің істе деп сондай нәрсе отырамыз. Ал енді шылқып терлей беретін болса, бала слабость болатын болса, біз кәдімгідей неге береміз, көңілімізді бөлу керек екенбіз да. Мысалы үшін қазір маған келетін пациенттердің арасында криптохризм деген нәрсе бар, и және де жаңа скрытый половой член деген нәрсе бар. Сол диагноздармен келіп жатады. Кәдімгі кішкентай балаларды, 8 айлық, 6 айлық балаларды ашып қалсаң, вообще ачубайлары кішкентай вообще кіріп кеткен уақыттар болады. Мен сразу айтам, бұл біріншіден тұқым қуалайтын да уақыттар болады. Сол туралы айтып кетсеңіз, ол гормон бұзылыстар ма, или бұл тұқым қуалайды ма, или кейін пайда болатын заттар ма? Криптохризм дегеніміз енді ненің аталық без дейміз, яичкасы, сол неге омаға түспейді. Жұмыртқасы омаға түспейді. Осындай жағдайды әрине криптохризм деп айтамыз. Ол енді сирек деп те айтпай ақ қояйын, дегенмен арасында кездесіп тұратын жағдайлар сіздерге келген пациенттер болады. Себебі енді оны міндетті түрде көп жағдайда енді операциялық жолмен түсіріп жатады, төмен түсіріп урологтың операциясына жүгініп жатады. Сонымен қатар
Ал енді жаңағы негізі скрытый половой член дегеніміз жаңағы общубайлардың кішкентайлығы, енді қазақша айтқан кезде, жалпақ тілмен айтқан кезде. Бұның біршама себептері болады. Бірінші сол физиологиялық себептер. Егер бала толық болатын болса, семіз болатын болса, майлардың арасында мынау нелер, шандырлар артқа қарай тартып кетеді да, жауып қалады. Бір жауып қалады. Одан кейін шандырлар болады. Сол шандырлар кейде дамымай қалады да, май көбірек дамып кетеді да, соның салдарынан фиброз артқа қарай, яғни шандырлар артқа қарай тартып кетеді. Ол да екінші бір себебі болады. Сонымен қатар әрине бізге жіберіп жататын себебі, яғни эндокринолог маманға жіберіп жататын себебі, бұл ер азаматқа тән гормондар болады. Мысалы, тестостерон гормоны сияқты. Осы гормондардың қаншалықты жеткілікті емес екендігін бағалау мақсатында. Себебі ол гормон ертеңгі күні бұл жасөспірім кезеңіне келіп, екіншілік жыныстық белгілері бейнелене бастайтын кезде, подростық уақытында, ол өте маңызды гормондардың бірі. Себебі ол ер азаматты еркек қалыптастыратын осы гормонға байланысты болады. Неге десеңіз, енді бізде екі кезең бар ғой, жынысты анықтайтын. Бұл роддомда біріншілік кезеңдер, яғни ұл туылды, қыз туылды деп бір анықтаймыз. Одан кейін жыныстық жетілу барысында ұл баланың өзіне тән қасиеттер қалыптасуы керек. Мысалы, мынау кадык деп жатамыз, ұлға тән, мысалы, қызға тән емес. Я болмаса, ұлдың иығы кең болу керек, қыздікі кішкене кішілеу болу керек. Я болмаса, жамбас сүйектері, тазовая кость, яғни ұл баланыңкі ол кішілеу болу керек, қыз баланыңкі енді оның физиологиялық ерекшелігіне, болашақ ана болуына байланысты сәйкесінше оның жамбас сүйектері кішкене кеңеюі керек. Сондай бұл екіншілік жыныстық белгілері деп аталады. Осы белгілер даму барысында ол өте маңызды фактор болып саналады. Сол себепті бізге жіберіп жататыны жаңағы, егерде төмен болып скрытый половой член болған кезде, яғни ашубайлар кішкентай болып жатқан кезде, сол гормонның салдары болып қалмасын ертең. Ал енді тағы бір сұрақ, осы ачубайы кішкентай, скрытый половой член қойылды, уже диагнозы солай қойып тұр, но бірақтан сіздер өсіретін жаңағы дәрілеріңізді бересіздер, енді вообще кіріп кеткен болатын болса, бір хотя болды 3 жасында, 4 жасында операция жасайды ғой, оған дейін енді аналар просто қарап отырмайды ғой, біздің ачубайымыз кішкене, оны кейін операция жаса, оған дейін әрекет жасау керек қой. Егерде енді себебіне қарай, егерде ол шынайы сырқаттың салдарынан болып жатса, әрине кірісулер жасалады. Анализдері жаңағы ТТГ-сі, Т4, тестостерон, эстроген, олардың барлығы тексеріліп, сол сәйкесінше қай жерде ақаулық анықталып тұр, сол ақаулықты толығымен алып тастауға, ол үшін жеке консультация барысында әрқайсысына ерекше жеке факторлармен себебін реттеу мақсатында ем-дом көрсетіледі. Анықтап барып, керемет. Мен мысалы үшін маған келген кезде мен жіберем, сразу хирургқа барасыздар, эндокринологқа. Сіз неге бізді эндокринологқа жіберіп жатсыз дейді, мен айтам. Маған осылай сұрақтарды қойып жатады. Сол кезде мен айтам, барыңыздаршы. Ертең сіз мынандай сұрақ белгімен жүргенше, осы эндокринологқа барып, анализдеріңізді тапсырып, қай жерде балада қандай ақау жүріп жатыр, қандай проблема бар, сол кезде анализ арқылы сіз анықтайтын боласыз. Одан кейін баланың ачубайы өспей жатса, ол врачтар сіздерге таблеткасын, витаминдерін береді, сол кезде өсіп бастайды дейміз. Неге? Өйткені сізде балада проблема болып жатса, әрине оның результатын шығарады деп айтып жатам. Онда мен дұрыс жіберіп жатырмын. Көбісі айтады, неге гормон қымбат қой деп жатады. Енді ол бәрібір гормон тапсыру керек қой, өйткені бізге жаңа жауап беретін ол баланың несі, болашақ, ол ертеңгі күні ертең сүю мүмкіндігі, болашағы. Мен осындай нәрсені айтқан кезде, ол қымбат қой деген кезде, сіздің денсаулығыңыздан артық не қымбат деймін. Дұрыс айтасыз. Шындап келген кезде, денсаулықтан артық бұл дүниеде ештеңе қымбат емес. Ауру болсаң ешкімге керек емессің ғой. Әрине, сол себепті денсаулықтан артық ештеңе жоқ. Бірақтан да бізде енді көбісі қымбатшылыққа сүйенеді, я болмаса басқа бір. Ең бастысы деннің саулығын қамтамасыздандыру, ол ең басты мақсат кез келген адам үшін. Енді қараңыз, мына жерде жаңа айтып жатырмын ғой, қазіргі мысалы үшін аналарды айтайыншы, келетін аналар көп, мен балалармен жұмыс жасағандықтан қазіргі аналардың барлығы стрессте жүреді.
мұң болып кеткен, мұң жаңағы постоянно нервный стрессте, бір күлмейді, иә, келсе өзімен өзі осылай прямо раздраженный отыратын уақыттар болады. Сосын бір нәрсе айтып қалсаң жылап қалады, жаңа сіз айтып жатқандай, иә. Мен иногда айтып жатамыз, енді после родовая депрессия шығар деп ойлайсың, но бірақтан 10 күн келген кезде ол бәрі 10 күн депрессия болып тұрмайды ғой. Кейін ойланып қарап отырамын да, неліктен қазіргі аналардың бәрі сондай болып кеткен? Ол бір какой-то диагноз ба? Аналарымыз анализ тапсыру керек бұндай кезде. Бұл жерде міндетті түрде бірнеше, бұл енді кең ауқымды тақырып болып саналады. Себебі қараңыздар, бұл күйзеліс гормоны. Күйзеліс гормоны дегеніміз бұл кортизол. Кортизол ол барлық біріншіден жалпылама негізі бізде 3 жүйе бар, иә? Жүйке жүйесі, иммунды жүйе және мынау эндокринді жүйе. Яғни ол тек қана белгілі бір аумақты ғана қамтымайды, ол жалпы организмді тұла бойынан өтіп жататын осы жүйелер, иә? Бір-бірімен бұлар тепе-теңдікте тұру керек. Гормональды жүйе өзара бір-бірімен тепе-теңдікте тұру керек. Бірақ ол гормонды жүйе сонымен қатар жүйкемен тіл табыса білу керек. Иммунитет өзара иммунды жүйе, жүйке жүйесі және гормональды жүйе өзара тату тәтті бір-бірімен тіл табысып өмір сүруі тиіс. Ал бірақтан да біздің күйзеліс салдарын не үшін бізде дамый бастайды? Мысалыға, қазір бізде жоспар жоқ. Бұрындары мысалы біз енді көп халқымыз бізде ауыл тұрғыны болды, әрқайсының өзінің жоспары болды, таңғы асы 8-де, түскі асы 1-де, кешкі асы 6-да деген сияқты белгілі бір тәртіп, белгілі бір ереже болатын. Урбанизация процесі мынау қалаға келуіне байланысты. Мысалы Алматының өзін алыңызшы, сіз бір жерді жоспарласаңыз, пробкаңыз қай уақытта шешілетіні, соның барлығы шешіле отырып реттелетін процесс, ол қай уақытта іске асатыны белгісіз. Оның барлығы адамға күйзеліс шақырады. Түсіндіңіз бе? Сонымен қатар жүктілікті атқарудың өзі ол иммунды жүйені қозғай отырып біршама күйзеліс береді, жүктеме береді организмге. Босанып болғаннан кейін тағы жүктемесі бар. Осындай күйзелістердің толық өзара процесі соңында организмдегі бүкіл тепе-теңдікті бұза бастайды. Сол тепе-теңдіктің салдарынан бұлар енді аналарымыз депрессия сезіне бастайды. Одан қала берді бір уайымға ұшырай бастайды. Осының барлығы кортизолдың мөлшерінің жоғарылығын алып келеді. Ал енді төмендетуге ол не істеу керек ол ана? Енді бұл жерде кешенді іс-әрекет жасалуы тиіс. Кешенді деп отырғанымыз ең бастысы ана тола бастайды, босанып болғаннан кейін тола бастайды. Тола бастау деген сөз, толу деген сөз енді ол майдың жинақталуы. Ал май жинақтала бастау. Бауырды май басу. Бауырды май басу басталды. Жақында ғана осы маған біреу сондай сұрақ қойып еді. Бауырды май басуды ол бұрыннан келе жатқан диагноз ба? Жоқ, әлде соңғы кездері медицина белгілі бір бизнеске айландырып алу үшін тауып алған диагноз ба деп. Жоқ, бауырды май басу ол 1836 жылдан бері жазылып келе жатқан әдебиеттегі бар жағдай. Даже балалардың өзінде де май басу процесі басталады. Май басу дегеніміз, бұл деген сөз, яғни мынау инсулинге төзімділік туындайды. Инсулинге төзімділік дегеніміз, инсулинге төзімділік, яғни инсулинді мойындамау. Ал инсулин бізге не үшін керек? Ол бірінші кезекте бізде ішке енген кез келген тағамымыз, ол көп жағдайда бұл көмірсулар, ол глюкоза. Сол глюкозаны клеткаларға, яғни қаннан клеткаларға кіргізу мақсатында осы инсулин қолданылады. Инсулин яғни клетканың қабырғасымен келіп жанасып, клетканың поралары дейміз, жаңағы клеткалардың қуысын аша отырып, глюкозаның клетканың ішіне кіруін қамтамасыздандырады. Алайда май баса бастағаннан кейін оның арасына мысалы май түседі, инсулин келіп оны ашқысы келеді мынау клетканы. Алайда мынау май басып қалғанына байланысты ол аша алмай қалады. Мен оны былай жалпы халыққа түсіндірген кезде, орысша айтқан кезде синдром заржавевшего замка деймін. Кілт келіп құлпын аша алмайды. Сәйкесінше глюкоза клетканың ішіне кіре алмайды. Кіре алмағаннан кейін не басталады? Одан кейін инсулиннің тағы көптеп бөлінуі басталады. Яғни гиперинсулинемия дейміз оны медицинада. Инсулин келеді, ол не істейді? Ол алады да мынау енді глюкоза қанның құрамында
толып жүр ғой. тұр ғой. Иә, соны тазалау үшін оны складировать етеді, яғни складқа жібергісі келеді тез. Сонда біздің бауырымыз ол фильтр ғой бізде, иә? Иә, фильтр, бірақтан да мынау майдалады да, сөйтіп та ол складқа салғанда, яғни майды жинақтай бастайды. Содан кейін барып енді инсулин көтерілді ғой. Инсулин көтерілгеннен кейін кортизол, ол контринсулярный эффектпен өмір сүретін гормон. Яғни тепе-теңдікті сақтаймын. Яғни инсулин көп па, кортизолды да көбейту керек болады организм. Сол себепті кортизолды көтере бастаған кезде олар депрессияға ұшырай бастайды. Ал енді олар қалай қолға алу керек? Сонда бұлар жаңағы аналарымыз жаңағы нервысын шығармау үшін, стресске түспеу үшін сонда диетаға отыру керек па? Или қандай да бір спортпен айналысу керек па? Ол бірінші диета, спорт, олардың барлығы әрине. Ең бірінші бұл қандай нәрседен басталады? Тағамдану ретінен басталады. Басты күш бұл тағамдануда. Тамақты дұрыстау керек. Тамақты дұрыстау керек, иә. Тамақты дұрыстау керек. Таңғы аста майдың құрамын таңғы асқа май қосылу керек. Иә, таңғы аста май қолданғаны дұрыс. Неге десеңіз, бізге кешкісін беш бармақ, кешкісін нан мен май, сүтті шай, шадринский деп отырады ғой біздің аналарымыз, иә? Осы айтады, арықтау керек еді деп қоятын әжелеріміз тап, иә? Ең бірінші бізде таңғы аста май болу керек. Себебі түсіндіре кетейін, себебі таңғы аста май болмаса өт шықпайды. Дұрыс айтасыз. Ол өт тек қана майға шығады. Сол себепті бауырдың ішіндегі түнімен түзілген өт таңертеңгі желінген майға шығады. Егер өздеріңіз есіңізде болса, мынау кеңес дәуірінде садиктен бастап барлығына, мынау ботқаларына, кашаларына бір қасық майды салып әлде де солай. Сол себепті бірінші кезекте таңғы астың құрамында май болу керек. Керісінше кешкі асқа қарай біршама азайту керек кез келген нәрсені. Кешкі аста көбінесе жеңіл тағамға өту керек. Біздің қазақтардың барлығы наоборот қой. Көрдіңіз ғой? Таңертең кейін кешке дейін аш жүріп еді. Мамалар да сондай. Қазір кормящий аналар, емшектегі аналар вообще таңғы ас пен обедін ішпейді да, кешкісі ыңқыт той болады да бітті. Сонымен өз-өзімізді қолдан ауру жасап жатырмыз. Ал енді тағы да бір сұрақ. Қазіргі уақытта жас балалар ұйықтамайды. Маған келетін балалардың бәрі ұйқысыздық. Біз Лариса Орынбасарына біз таңертең келе алмаймыз, приемға после обеда келсек болады ма дейді. А после обеда мен жұмыс жасамаймын уже деймін. Неге? Өйткені запись тұр ғой менде полный. Сондықтан мына жердегі аналарға айтатыным, ұйқысыздық дегеніміз ол қай уақытта ұйықтайсың десем, түнгі 3-те сағат 1-ге дейін жүре береміз дейді. Бұл деген катастрофа ғой уже, бұл деген баланың ұйқысы режимі жоқ дегеніміз, ол қандай ауруға алып келеді? Ең бірінші ауру бұл бой өспей қалады. Иә. Себебі оннан кейін ұйықтамаса, сағат 11-де бөлінетін соматотропты гормон. Соматотропты гормон деген бұл бой өсіруді қамтамасыз ететін гормон. Ол сағат 11-де егер бала ұйқыда болмаса, ол бөлінбейді. Яғни басқа гормондар билеп тұрады да, оның бөлінуіне тосқауыл салады. Сонда аналар өз балаларын қолдан ауру жасап жатыр деген осы сөз ғой. Сосын айтады да маған, менің балам арық, мынаны қалай өсірсем болады, сосын менің балам өспей жатыр дейді. Міне, ұйқысы нормаға келетін болса, бала жөнделеп уақытылы өсе бастайды. Себебі енді неғұрлым бала кеш ұйықтайтын болса, соғұрлым ода осы өсу процесі тежеледі. Бір. Екіншіден жаңағы кортизол гормоны бар ғой, қайтадан сол гормон, күйзеліс гормоны. Күйзеліс гормоны әрине өз кезегінде үлкен тосқауылдарға ұшырай бастайды. Ол түнімен жұмыс істеп өтеді. Түсіндіңіз бе? Себебі ана тонусты создавать ету керек қой. Сосын таңертең ол бөлініп болам дегенше, ол оянып болам дегенше уақыт кетеді. Сәйкесінше, яғни тепе-теңдік толығымен бұзылады бұл жерде. Бірінші себеп. Екінші себеп бізде енді мынау қазіргі ең басты жауымыз бұл фастфудтар. Бұл газдалған сусындар, бұл енді тағамдану бізде, бұл қазіргі біздегі ең үлкен проблемалардың бірі. Енді қараңызшы, қазіргі аналар біздің супермаркетке баратын болсаңыздар, аптекаға баратын болса, агушалар тұр. 5 айлық, 4 айлық балаларға банкідегі агушаларды біздер не істейміз, соны беріп жатамыз. Ол агушаның пашын тексеретін болсақ, туржа айтады ғой, коламен бірдей. Сонда біз өз баламызды улап жатырмыз, е? Ал енді осылай тәтті жеген, кішкентайынан бастап тәтті жеген баланың өмірі болашағы қалай болады?
жақсы болады деп айта алмаймын. Жақсы болады деп айта алмайсыз, иә. Сондықтан ғой қазір тістің шіруі, иә. Иә. Себебі агуша дегеніңіз енді бұлардың барлығы концентраттар ғой. Химикат. Иә, химикат. То есть оның ішінде барлық уақытта стабилизаторлар қосылады, яғни тұрақтандырушылар, иә. Көп сақтау үшін. Иә, көбірек сақтау үшін. Себебі қазіргі қарап отырсаңыз, сүтіңіз де ашымайды ғой. Иә, порошок. Иә, себебі барлығында қоспалар бар, тұрақтандырушылар бар. Олардың бәрі химия. Сонда не беру керек ата-аналар? Иә, біз енді мынау салыстырмалы түрде жалпыдан деп мысалы мынаусы тазалау деген сияқты ғана ұйғарым келтіре аламыз. Ал енді шынайы тазалық ол табиғатта. Яғни табиғи өнімде. Яғни барлық нәрсе шынайы, натуральный жаңағы бүгінгі күні сауылған. Мен барлық уақыт айтамын, мынау ашымайтын айраннан қорқу керек. Иә. Себебі ол айран болғаннан кейін оның ішінде бактериялары болу керек. Оның ішінде бифидо лактобактериялары болу керек. Ол бактерияларды тағы осы жерде қолданып айта кетейін, көп салып алып, мен очищениеға барып тазарып алдым деп жүгіріп жүреді. Ода тұрған ешқандай қуантарлық жағдай жоқ, шындап келген кезде. Иә, дұрыс, кейбір жағдайлар болады, очищение керек. Себебі токсиндер қатты көп болып кетті. Алайда ең бастысы шекте микроорганизмдер өмір сүреді. Микроорганизмдер. Иә, оларды ешқашан шайып жіберуге болмайды. Егер де оны шайып жіберсе, дисбактериоз басталады. Ал дисбактериоз енді ол ешкімді жетістірмейді. Себебі дисбактериоз бұл иммунитеттің ең қайнар көзі деп айтсам болады. Себебі егер де ол жердегі бактериялар кетіп қалатын болса, иммунитетіңіз кетті деп есептей беріңіз. Шайып жібереді. Сол себепті ешқашан ондай нәрселерден аулақ, яғни себепсіз барып алып күнде асқазанын жуып шайып отыратындар, ол аса дұрыс нәрсе деп ойламаймын. Себебі кез келген микроорганизм ол астық қорытуы бір бөлек. Сонымен қатар ол иммунитетті қамтамасыз ететін негізгі фактор, негізгі иммунитеттің қайнар көзі. Сол себепті бекерден бекер оны шаюға болмайды. Жаңағы қайттан ал тұрақтандырушылар қосылған осындай айранымыз болсын, сүтіміз болсын, осы бактериялармен, осы микроорганизмдерден шектеулі. Сол себепті ол жалпы су ішкенмен тең болып отырады. Себебі табиғатта барлығы өзара үйлесімді, бір-бірімен реттелген болып есептеледі. Керемет. Сәбит Әлиевич, қазіргі балапандар келеді, жасөспірімдер деп айтады, уже 7 жас, 8 жас, 9 жас, 10, 11 жастағы балалардың қолтықтың терлеуі немесе иіс шығуы, сасуы деп жатамыз, иә? Гипергидроз дейміз, иә? Бұл деген неге қазіргі жас балаларда қолтық сасиды? Неге қолтығы олардың терлейді? Жап-жас бала, сұмдық қой бұл? Қайтадан тағамдануға келеді. Питание, иә, ол тағамдану ерекшелігіне байланысты. Себебі көп жағдайда біз енді жаңа химиялық заттарды көп қолданатын болғаннан кейін олар ойлайды, мен химиялық зат қолданып жатқан жоқпын деп. Ал енді коланы ішіп жатса, ол болды, химияны қолданып жатыр. Ол айталық жаңағы тұрақталған соқтар, мынау тетрапакеттегі соқтарыңыздың барлығының ішінде оның жасалу техникасын егер көрсеңіздер, ол оның барлығының ішінде тұрақтандырушылар бар. Ол тұрақтандырушылар, ол химиялық заттар. Сол себепті мүмкіндігінше табиғи затқа көшкен кезде питаниясын жөнделеді. Ең бірінші кезде. Сосын тағы да қандай? Содан кейін гормональды жүйені тепе-теңдігін тексеру керек. Яғни тепе-теңдік дегеніміз қайтадан режимға соғамыз. Керемет. Ұйқысы, тазалығы. Ұйқы, сосын күнделікті ұйқы мен сынайы бодрствование дейміз ғой, период сынайы бодрствование, яғни былай сергектік кезеңі мен ұйқы кезеңінің арасындағы үйлесімдік дұрыс болатын болса, онда гормональды жүйенің тепе-теңдігі дұрыс болады. Ал гипергидроз дегеніміз не? Бұл дегеніңіз мысалы осы нәрселердің барлығы бұзылды. Сәйкесінше организм токсиндерді шығарып үлгермей жатыр. Ол бүйрегі жұмысы нашарлай басталды. Себебі бүкіл токсинді шығарып, ол обработка жасап үлгермей жатыр. Сол кезде не істейді? Ол алады да тері арқылы шығарып жіберуге тырысады. Ол компенсаторная реакция организмнің компенсаторлық реакциясы ол. То есть токсиннен тазару мүмкіндігі. Сол кезде алады да ол тері арқылы шығарып жіберуге тырысады. Сол кезде қолтығыңыз да, шатыңыз да бәрі. Иә, бір жағынан обалда жап-жас кішкентай балапандар келіп тұрады, прям сасық, мына жердің бәрі су сасып тұрады. Мен айтам,
қалай кішкентай бала, бір толық десең толық та емес, уже иісі сасы. Бір жағынан қарайсың да өзің енді дәрігер маманы болғандықтан жаның ашиды ана балаға. Сосын қалай ұйықтайды десем, қазіргі балалар көптеген соткамен отырады. Түнімен оны ұйықтамай, шешесі ана жақта не болып жатқанын білмейді балалардың. Сондықтан жаңа айтып жатсыз ғой, ұйқының дұрыс болмауы, иә. Ал енді ол осылай жүре беретін болса, ол неге айналады ары қарата? Осылай жүре беретін болса, бұл гормоналдық тепе теңсіздікке алып келеді. Гормоналдық тепе теңсіздік өз кезегінде ары қарай мынау инсулиннің алмасуы, барлығы бұзыла бастайды. Ол өз кезегінде біртіндеп семіздік өз кезегінде енді ары қарай кете беретін болсақ, ұзақ перспективасын қарастыратын болсақ, ол өз кезегінде диабетке алып келеді, ал диабет ар жағынан өзінің ісін жасап кете береді. Енді ол бір жағдай. Екінші жағдай, ұзақ гормоналдық тепе теңсіздік иммунитеттің төмендеуіне алып келеді. Иммунитеттің төмендеуі дегеніміз ол қайтадан сырқаттардың өршуі деген сияқты. Сондай нәрселерге. Сонда тоже мән беріп кәдімгідей қарау керекпіз, иә. Ал енді мынандай аналар келеді. Қолтықтары сасып кеткен аналар, прямо сасып шіріп кеткен аналар. Енді бұл қатты айтсам ренжімеңіздер, бұл шындық та. Көбісі қолтық сасу, жаңағы даже өзінің сасығын сезбесе де, ол балаларына даже сіңіп қалатын аналар келеді ғой. Бүйтіп баланы қойып жатқан екен, дәрігер болғандықтан өзіне кейбір кезде айтатын уақыттарда болады. Бүйтіп баланы қойды, баланың иісінен прям шығып тұратын қолтық иісі. Сондай келген кезде прям деп демаламай қалатын уақыттар болады. Бұл аналарды емдеу керекпіз ба? Бұл патология ма или бұл гормондық нарушение ма? Енді ана болғаннан кейін ол енді ересек адам, кейбіреудің енді физиологиялық ерекшелігі болатын жағдайларда болып жатады. Әрине питание, тағамдану режимі, тағамдану мәзірі барлығы қарастырылып болғаннан кейін, егер де ондай жағдай жөнделмей, ол өзінің бір физиологиялық ерекшелігі болып жататын болса, онда әрине біршама терді басатын дәрілерді қолданамыз. Енді сіздер соларды емдейсіздер ғой, гипергидрозды специально қойылатын нелер бар, олардың дәрі-дәрмектер бар, кей жағдайларда ботулотоксин ендіріп жатамыз, себебі мынау әсіресе жаз мезгілінде эстетикалық мақсатты негізге ала отырып, осындай іс-әрекеттер жасалады. Әрине ондай жағдайлар емделеді. Мен айтамын да, сосын кейін 1-2 күн келіп жүрген кезде мен айтатын уақыттарым болады. Айналайын ауыстырсайшы, не қылсайшы. Енді бұл менің просто адамға деген бұл кемсіту емес, жанашырлық қой. Көбісі бүйтіп тырысып сөйтіп қалады да, олар өздері, мне кажется, сезбейді ау деймін да. Сосын қазіргі енді сіз айтып жатсыз, оның уколы бар деп тұрсыз, таблеткасы бар, және де ол кішкене тазалыққа да байланысты. Әрине, гигиена деген ол ең маңызды нәрсе. Сондықтан аналар қолтықтың иісі шығып жатса, терлеп жатса, ол міндетті түрде емделеді. Тек қана уақытында біз не істеу керекпіз? Емдеуге барсаңыздар болды деп ойлаймын, иә. Шешім бар ғой. Енді тағы да айта кететім, Сабит Алиевич, сіз айтып жатсыз, қазіргі уақытта сіз көптеген Инстаграм парақшада болсын, TikTok парақшасын шырылдап халыққа жаныңыз ашып тұрады. Осын мына салауатты өмір, жаңағы денсаулық деп жатамыз, жүріңіздер, мынандай неңіз дұрыс болсын дейді. Осын бәрін қалай сіз жеткізе аласыз халыққа, қазір аналарға, аяқ ауруларға, кішкентай балалар барларға? Салауатты денсаулық дегеніміз ол не? Денсаулық дегеніміз енді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша бұл психикалық, физикалық жағдайдың саулығы. То есть ол адам, яғни күйзеліске душар болмау керек, физикалық барлық қол аяғы толығымен 12 мүшесі сау болып, оның барлығы қызмет атқарып тұру керек. Міне осындай жағдайды біз денсаулықтың өлшем бірлігі деп танып білеміз. Табиғи жағдайының сақталғандығы. Ендігісі қалай жеткізу мүмкіндігі, әрине ол бірінші кезекте адамның жауапкершілігіне көп нәрсе байланысты. Неге десеңіздер, енді бізде адамға байланысты. Неге десеңіз, енді орыстарда мынадай сөз бар, слению надо бороться лежа деген. Егер де сіз жалқаулықты жатып алып жеңем десеңіз, ол әрине жеңіске жетпейсіз. Сонда аш қарынға жүру. Міндетті түрде аш қарында болсын, жалпылама негізі тәуліктік жүру ол міндетті. Яғни 10.000 қадам дейтін, біз қазіргі кезде денсаулық сақтау 20.000-ға дейін көтеріп жатыр, ол көрсеткішті.
не үшін біз ең құрғанда осындай нәрселермен реттеуге тырысамыз? Осы баяғыдағылар жүрмеді жүрді ғой деген әртүрлі. Бұрындағы жақсы жүрді олар, атқа мінді, қорада жүрді, шөп жұлды. Бұрын физикалық тұрғы. Қазіргі еркектердің өздері көп жүрмейді, даже әйелдерді алайықшы, өйткені толу процесі бар, жаңағы баяғы осы жерде осындай нәрселерді көрген кезде ешқандай диванда міне сотка ұстап жатқан адамдар, өзіңіз көріп жатсыз, қазір адамдардың барлықтары неге ондай болып бара жатыр, неге жүрмеске? Потому что ертең олардың сахары, қазір жас әкелердің өзі уже сахармен ауырып жатыр. Міне осы ғой сіздің айтып жатқаныңыз. Себебі қараңыз, бұрындары бізде халықтың көп бөлімі ауылда тұратын. Қазір урбанизация процесі. Урбанизация дегеніміз барлық қалаға көшіп келді. Қалаға көшіп келді, барлығының айтып отыратыны не? Тық компьютердің алдында қимылсыз. Одан келді, үйіне келді, тамағын ішті, диванға жатты, диваны досы болды. Сәйкесінше іс-қимыл әрекет жоқ. Ол бір. Екіншіден, іс-қимылдың жоқтығы неге? Одан қала берді, табиғи процестер бар. Табиғи процесс дегеніміз, мысалға айта кетейік, табиғи процесс 30-дан асқаннан кейін, ол ер азаматта міндетті түрде, әйел азаматта ол менің гормоным емес деп қарамауы керек. Себебі тестостерон төмендей бастайды. Енді еркектердің тестостероны төмендеуі. Бұл қай уақытта төмендейді? 30 жастан бастап жыл сайын 1-2%-ке төмендей береді. Бүкіл Қазақстанда алатын болсақ, біз деген уже орында тұрмыз. Себебі тестостерон негізі ол күш гормоны, күш беру гормоны, энергия беру гормоны болып есептелінеді. Сол себепті 30 жастан бастап енді өзіңіз есептей беріңіз, 1-2% әр жас сайын. Қазір ерте бастайды осыны. Енді ондай да бар, себебі толықтық бар ғой. Толықтық болған кезде біздегі ең негізгі жау, әсіресе ер азаматтардың арасында бұл сыра, пиво. Себебі сыраны ішкен сайын бұл ішке май байлау процесін күшейте береді. Оны ішкендер де бар ғой. Және сырада тағы бір жағымсыз қасиет, әсіресе ер азамат үшін, бұл эстроген гормондарының қанығуы. Яғни эстроген гормондары бұл әйелге тән гормон. Сол себепті сыра ішетін еркектердің іш байлауы осы әйелдерге тән болып кетеді. Неге десеңіз, ол эстрогендердің белсенділігінің оянуымен байланысты. Ал эстроген тестостеронға қарама-қайшы гормон. Сәйкесінше бұл әйелдігін қамтамасыз ететін гормон. Ал тестостерон гормоны керісінше еркектің ерлігін қамтамасыз ететін гормон. Бірақ тестостерон гормоны ерге де әйелге де күш береді. Яғни энергия береді, күш-жігер танытады, қуат береді. Міне осындай гормон болып есептелінеді. Ал енді жас келе ол төмендеген сайын біз өз практикамызда не істейміз? Бірінші кезекте әсіресе 30 жастан асқаннан кейін, осындай ішке май байлау процесі басталғаннан кейін міндетті түрде тестостеронды тексертеміз. Ер азамат болатын болса, ары қарай өзінің гормондары бар, зерттеу тәсілдері бар, УЗИ простаты деген сияқты, болмаса ПСА деген сияқты. Себебі біз ар жағында осы тестостеронды бөлуге ықпал ететін дәрмектерді қосып, болмаса кей жағдайлар болады, алмастырушы тестостерондық терапия бастап кетеміз. Ол дегеніміз укол арқылы ма, капсула арқылы? Капсула арқылы қазіргі соңғы нәтиже бойынша кейде капсула салып береміз. Капсула дегеніміз бұл 6 айлық қорын организмге. Сонда, осы жерде анықтап айтып кетейік, сонда еркектің тестостеронын көтеру үшін кәдімгі капсулалық біз емдерді қабылдауға әбден болады, Өйткені жап-жас қазіргі жұбайлар, келіп жатқан кезде аналармен сөйлесеміз, шынымен де күйеумен контакт жоқ деген нәрселерді естіп жатамыз. Сонда ол еркектің тестостероны төмендеуі деген сөз. Ол қазіргі таңда жиі кездеседі, себебі не үшін ондай нәрсе болып бара жатыр? Біріншіден іс-қимылдың жоқтығы. Себебі тестостерон бөліну үшін спорт керек. Тестостерон егерде спорт болмаса, тестостерон бөлінбейді. Тестостерон вообще вырабатываться етілмейді. Сондықтан ер адамдар тек қана спортпен айналысу керек. Сіздің тестостероны, еркек адамның тестостероны мықты болу үшін ол спортпен, және де ал төмендеп кететін болса, оны көтеретін специально сіздердің ем шараларыңыз бар. Ол укол арқылы деп айттыңыз тағы да? Укол арқылы, жоқ, жаңа капсула деп отырғаныңыз, ол пелет. Пелет дегеніміз ол кішкентай капсулалар, ол жамбасқа терең тер астына салынып жіберіледі. Сол 6 айға дейін жетеді, күнде өзі мөлшерін бөліп тұрады организмге, қажетті мөлшерін бөліп тұрады. Бірақ оған арнайы сәйкесінше бірінші тексерулер жасалынуы керек. Сол анализдерге қарай отырып, оның барлығы жасалынады.
Керемет. Сондықтан күйеулеріңіз кішкене слабый болып жатса, өздеріңіз әйел адам байқайды ғой, енді қанша жылдан бері күйеуіңізбен уже отау құрып жүрсіздер, дәрігерге міндетті түрде оны көрсету керек екен. Өте керемет ақпараттар алып жатырмыз сізден. Бұл неге? Біздің қазағымыз мықты болу керек. Қазақтың жалғыз аналары емес, бұл жерде жаңа айтып кеттіңіз, аналарға да бізде тестостерон керек дедіңіз, ал енді әйел адамдарға қалай көмектесеміз? Әйел адамдарға әрине ол пеллет түрінде көбінесе салынады. Себебі внутрімышечный дейміз, тері астына, бірақ жамбас аймағында. Тері астына дейін былай өзі техникасы бар, арнайы кіргізіліп жіберілетін. Жамбас аймағында кіргізіліп қойылады, жаңағы айтып отырған капсулаңыз. Бірақ ол жерде әрине мөлшері әлде қайда төмен болады ер азаматқа арналған мөлшерден. Содан кейін жаңағы сұрақты тағы толықтыра кетейін. Тағы не үшін біздегі қазіргі жаңа іс-қимылмен бірінші нәрсе байланысты. Екіншіден біздегі көп қазіргі жұмыстың барлығы бұл отырып жұмыс істейді, компьютер алдында немесе қимылсыз. Бір, екіншіден отыру барысында жамбас аймағында қан іркіліп қалады. Ал жамбас аймағында бізде простата тұр, яғни қуық-асты безі тұр, ер азаматтардың безі, простата тұр. Ол простата сәйкесінше қанмен қамтамасыздануы, қан іркіліп қалуына байланысты, ол ісініп домбыға бастайды, простатит дамиды. Соның салдарынан сәйкесінше ол да әлсіздікке алып келеді. Жас балалардың да өзі қазір уже простатитпен ауырып жатқан қаншама балалар бар, иә? Себебі енді біздің қазіргі жастардың өмір сүру қалпы, барлық мынау көп жағдайда біз спортты насихаттамаймыз. Көп жағдайда бұлар сотканың алдында цифровизация заманы болып кетті. Сандық технологияларды тек қана қолданып, кроватьта жатып алып барлығын көбісі сонымен ғана өмірін жалғастырып жатады. Әрине оның барлығы өзіндік. Мен иногда осыны көріп қорқам. Қазір балалардың бәрі соткаға тәуелдік болып қалды, именно түнгі сағат 4-ке дейін 3-ке дейін көріп жатыр. Ертең сонда біздің ұрпағымыз не болады деген нәрсені ойлаймын да. Сонда бір ұрпақсыз қалып жата ма? Өте слабый балалар болып жатыр қазіргі уақыттарда. Жарайды, қазірдің өзінде сонда ертең 20 жылдан кейін не болады деген менде мында сұрақ вопросительный знак тұрады. Ол бер жағы. Енді үлкен мәселе қазір, бірақ енді оның әлі нақты дәлелі зерттелген жоқ, бірақ мақалалар зерттеуін мақалалар жарық көріп жатыр. Мына аутизмнің дамуында да осы сандық технологияларды айыптауға көшіп жатыр. Неге десеңіз, кішкентай бала, мысалы, енді өздеріңіз де көрген шығарсыздар, оны көп әлеуметтік желілерде, мысалы, терезенің алдында бала қалып кетеді, ар жағынан бір құс келіп отырған кезінде, ана терезеге қарап, ананы былай үлкейткісі келіп тұр. Себебі білмейді. Себебі ол табиғатпен ешқандай қарым-қатынасы жоқ, тек соткамен байланысы бар. Сәйкесінше ол жаңағыны үлкейтіп үйреніп алған, еңбектеп жүрсе де ол үлкейте алады. Ал енді анау айнаның алдында, терезенің алдында болып қалған кезінде, ол да тура сол бейнені көріп қалады да, ол тірі табиғаттың олай үлкеймейтінін ол әлі білмейді. Осындай заманға келе жатырмыз, оның барлығы бір қуантарлық жері аз деп айтар едім. Мынандай аналар бар да, қыз кезінде красавица болады, өте әдемі болады да, ал күйеуге тек 1 жылдың ішінде қартайып кететін қыздар бар. Прям уже бірінші баласында да келген кезде более-менее, екінші балаға келген кезде прям қартайып кеткен, апа сияқты болып кететін. Ол диагноз ба, или ол өзіне қарамағандықтан ба? Бұл бір какой-то гормонның нарушение гормон ба? Бұны қалай түсіндіре аласыз сіз? Мен біріншіден 2 жағдаймен түсіндірер едім. Біріншісі тұрмыстық жағдаймен, екіншісі әрине медициналық жағдаймен. Біріншісі тұрмыстық жағдаймен түсіндірген кезде күйеуіне байланысты деп бастар едім. Неге десеңіздер, егер де оның толығымен қалыптастырылған жағдайы болып, ол өзіне күтім жасай алатын мүмкіндігі болып, өзі тарапынан өзінің денсаулығына деген жауапкершілігі болса, ол ондай жағдайға жете қоймайды. Ал екінші жағдай әрине медициналық жағдайлар болып жатады. Медициналық жағдайлар болып жатқан кезде гормональная перестройка дейміз, яғни гормондардың қайта құрылуы. Босанады әйел организм болғаннан кейін, аяғы ауыр болады, сәйкесінше гормондар өзгере бастайды, иммунитет
жаңа айтып отырмын ғой, гормоналды жүйе мен иммунды жүйе бір-бірімен өте үлкен тіл табысып өмір сүреді организмде. Сәйкесінше гормондардың бұзылуы нәтижесінде иммунитет бұзыла бастайды, осындай өзгеріс, күйзеліс дамиды. Осы факторлардың барлығы үлкен рөл атқарады. Енді егер медициналық жағынан болатын болса, онда арнайы ем-дом тәсілдері ұсынылатын болады. Ал енді тұрмыстық жағдайына енді ол әрине әркімнің өз қолында деп жауап береді. Енді бәрі енді тұрмыстық жағдай демей, енді бір бала туды, екі бала туды, біртін қолға алу керек қой әйел адам өз-өзін, иә. Ал енді әжім басып кетті, жарайды, енді қартайып кеттің, енді 5 жылға, 10 жылға, 15 жылға деймін. Ал ол үшін енді сіздерге келіп жатады сондай аналар келіп жатады. Жап-жас қыз 25-те, 30-да, уже 40-тағы, 50-дегі апаларға ұқсайтын қыздар келіп жатады, иә. Бұл қолға алу керек бұндай кезде, иә. Қазір мысалы үшін ауылды жеріміз, даже қаладағы қыздар да сондай болып жатыр да. Олар сонда келген кезде не істейді сонда? Бетін бірінші кезекте біз ең алғаш ішін жөндемей беті жөнделмейді. Яғни ішін жөндемей беті жөнделмейді дейтініміз ең бірінші қарайтынымыз бұл егерде бауырдың жұмысы қаншалықты дұрыс іс атқарып тұр. Екіншісі, яғни гормональды жүйелер қаншалықты бір-бірімен дұрыс жұмыс істеп тұр, осыны реттеуді бастауымыз керек. Екіншісі, ол бірінші фактор, иә. Яғни ішкі факторларды жөндемей, себебі сіздің бауырыңыз ауырса, асқазаныңыз ауырса, тағы басқа жағдайлар дамитын болса, оның барлығы сіздің бетіңізге шығады. Ал енді оны бетіңізді тарта беріп, ішіңізді жөндеп алмасаңыз, тартылғаныңыздың барлығы бұзылады. Екінші фактор әрине сырт бейне пішінді жөндеу керек бола бастайды. Ал енді қандай да витамин ішу керек шығар да? Міндетті түрде коллаген деген нәрселеріміз бар, мысалы үшін, иә, шаршаңды энергияны басатын өзіміздің D3-імізді, обязательно қабылдау керек шығар бұндай. Иә, міндетті түрде. Неге десеңіздер, енді D3-ді былай біршама ескертулер енгізгім келіп отыр. D3 витамині бұл күннің сәулесі арқылы метаболизмі жүзеге асырылатын витамин болып саналады. Нөл ғой қазір мамашаларда. Иә, көп жағдайда біз айтамыз ғой, естеріңізде болса, баланы аламыз да, қыста туылған балдарды әсіресе жалаңаш рыбый жир беретінбіз бұрын, қазір витамин D-ні прямой береміз да, сөйтеміз да, терезенің алдына шешіндіріп тастап қоямыз. Күн түсіп тұрсын деп. Себебі күннің көзі арқылы витамин D-ның метаболизмі жүзеге асырылады. Сол себепті аналардың да ең бастысы D-ны ғана қолданып қоя бермей, серуенді күшейту керек. Күн астында көбірек жүру керек. Күнмен шықпайды ғой? Иә, шықпайды. Сәйкесінше витамин D-сы да болмайды. Осы нәрселерге назар аудару керек. Екінші, енді коллаген деген қазіргі соңғы кездегі былай хит болып атқан дүние болып жатыр. Коллаген бойынша әрине дәлелді медицинаның қазіргі таңда мен енді мынау Web of Science деген әлемдік басылымдар жүзеге асырылатын орталық бар. Сонда сарапшымын. Сол кезде енді қазір витамин D жөнінен дәлелді медицина тармағында енді зерттеулер жүзеге асырылып жатыр. Бірақтан да жалпы халық арасында ол хит болып кетті. Менің ойымша енді қолданып көре беруге болады. Енді қараңыз, бізге келетін балаларда шынымен де витамин D-лары жетпейтін балалар болады. Гипотонус, аяғында энергиясы жоқ, күш қуаты жоқ. Сонда бала 1 жас 6 айда жүріп тұру деген жоқ болатын уақыттар болады. Мен анализге жіберген кезде витамин D-сі 3-4 болатындар бар. Ол бүкіл ағзада вообще бізде нормада 100 болатын болса, ол жоқ деген сөз. Сонда біз уже ударный дозамен беріп, біз көбейтеміз. Ал анасына тапсырып келсе, анасында вообще жоқ, шашын жартысынан жоқ кетіп қалған мамашалар келіп тұрады. Сол кезде көрген кезде прям жүрегің ауырады. Неге іштік дейді, но бақтан сіңу процесі дұрыс болмайтын уақыттарда болады да. Сондықтан жаңағы қартайып кеткен аналар деп жатырмыз, тез өзін тастап кеткен аналар тез өздеріңізді қолға алып, өздеріңізге қарап, денсаулықтарыңызды жаңағы бірінші орынға қоятын болсаңыздар, әдемі ана, әдемі келіншек болады деген ойдамын, иә. Енді тағы да сіз айтып жатырсыз, мына қазіргі осы емде жүргізетін, мысалы үшін щитовидная деп жатырмыз, зобта деп жатырмыз, иә, өздерінше емделетін аналар бар ғой. Емшілерге барып емделетін, соларды айтып кетіңізші. Ол дұрыс нәрсе емес қой. Емші бұл зобты емдемейді ғой. Жоқ. Гормональды жүйе ол өте нәзік жүйе. Гормональды жүйенің тілін түсіне білу керек. Оны не себепті мысалы қарап отырсаңыз, жоқ, мен кейде былай айтамын ғой, инфаркт болып жатса да терапевт кірісе алады, мысалы кірісіп кете береді. Дұрыс айтасыз. Ал енді диабет болып, сахар бір
6,5 болып қалғанның өзінде жоқ бірінші эндокринолог келсін деп больницада күтіп отырады. Себебі гормонды түсіну, гормонды реттеу ол ерекше бір сондай бір тонкий ювелирный жұмыс. Дұрыс айтасыз. Зергерлік жұмыс. Оны емші тұрмақ, кез келген басқа мамандық, дәрігердің өзі басқа мамандық дәрігер болатын болса, хирург, гинеколог болып жатса, олардың өзі, мысалы біздің диабет, біздің зоб болып жатса, күтіп отырады, эндокринолог бірінші келсін, өзінің нұсқамасын берсін, содан кейін жасаймын деп. Себебі біздің беретін қауіп факторлары өте жоғары. Ол емші дегенден сақтану керек, әсіресе гормональды жүйенің бұзылысында. Өте керемет. Енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, сіз халыққа, қара халыққа не айтасыз? Осы зобты келтірмеу үшін, осы зоб ауруына, гормондық жаңағы бұзылыстарды болдырмау үшін ауылда отырған жаңағы қарапайым халыққа. Ең бірінші кезекте бізде Қазақстанға йод керек. Себебі йод жеткіліксіз бізде. Кезінде ол йодты түзеу үшін тұзды йодтаған болатынбыз. Оны сол йодты мүмкіндігінше қанықтырып организмде йоды бар тағамдарға зейін қою керек. Біріншісі. Ал енді йоды жоқ екен, йод жетпейді екен деп барып алып дәріхана сөрелерінен йодомарин сияқты дәрілер басқа бірдеңелерді алып алудан аулақ болған. Себебі ол дәрілік зат. Ал дәрілік зат дәрігердің тағайындауымен беріледі. Балаларға да беріледі. Балаларға біз тек қана еркін өздеріңіз қабылдай алатын тек қана йодқа қаныққан тағамдар. Ал дәрілік заттың барлығы дәрігер тағайындауымен беріледі. Себебі мынадай жағдайлар болып қалады да, түйін болып қалса, қалқанша безінде йод берсе, ол керісінше түйінді өсіріп жібереді. Үлкейтіп жібереді. Иә, үлкейтіп жібереді. Сол себепті мүмкіндігінше бірінші дәрігер кеңесіне жүгініп алған дұрыс. Дәрілік зат болғаннан кейін ол дәрігердің тағайындауымен берілгені дұрыс. Екіншісі, бұл яғни күйзелісті басқара білу керек. Себебі күйзелісті басқара білу керек дегеніміз әрине түсінемін. Оны психика, ол кейде реттеу қиын болады. Бірақтан да ешқашан сіздің дер кезінде ұйықтап, дер кезінде тұруыңызға тосқауыл салған жоқ. Дұрыс айтасыз. Адамның қолындағы зат. Оны кешке қарай жатып алып, ана сотканы қарай бергенше, дер кезінде ұйқыға кетіп, таңертең ерте тұрған дұрыс болады. Ол балаға да қатысты, ол ересек адамға да қатысты. Неге десеңіз, балаға самата тропты гормонға байланысты болатын болса, ересекте ол мелатонинге байланысты. Себебі мелатонин гормоны бөлінбейді, дер кезінде бөлінбейтін болса, ұйқы тиянақты болмайды, сәйкесінше күйзеліс таңға күтіңіз дейді. Таңертең көзіңіз ісіп, денеңіз ісіп, қайта тұрасыз. Отекпен қайтып тұрасыз. Үшінші, мысалы, тағы қандай нәрсе? Үшінші нәрсе бұл физикалық белсенділік. Физикалық белсенділік дегеніміз ол жатып алып жүгіре беру емес, ең құрғанда белгілі бір уақытты серуенге, бір кішкене жүріс тұрысқа бағыттау керек. Диванда жатып алып, сотканы тағы шұқылай бермей. Дұрыс айтасыз. Айналып келгенде соткаға, телевизорге байланысты. Неге өйткені дұрыс қолымыздан біз сал ауру жасап жатырмыз ғой, өзімізді аяқтың ісуі, дененің ісіп тұруымыз, соның барлығы вообще денсаулықты қолға алу үшін бірінші адам өзіне жауапкершілікті алу керек деп ойлаймыз. Керемет бүгін подкаст болды. Әрине бәрін сұрағым келеді. Тағы да сіздің бір сұрағымды айтып кетейінші. Сіздің методикаңызбен емделетін біздің қаншама Қазақстан болсын, басқа ТМД елдерден де келіп жатқан сіздердің өзіңіздің пациенттеріңіз бар да. Диффузный, жаңағы токсический зоб деп жатамыз. Бұл енді самый асқынған түрлер, Сол кезде көздің шығыңқы болатын, көз бақырайып кетеді деп жатамыз, Сол өзіңіздің методикаңызбен салынатын уколдар бар. Сонымен қаншама сіз адамдарды емдеп жатсыз. Сол методиканы, сіздің авторлық методиканы сіз алып келіп, міне Қазақстанға еңбегіңіз сіңіп жатыр, былай айтқанда. Сізге үлкен алғыс. Енді сол жаңа сіз айтып жатырмыз, көзі бақырайған, шаранасынан шығып кететін уақыттар болады ғой. Мына қылқанша безінің сыртқа қарай шығу процесс деп жатамыз. Ал ол жаңа сіздің методикамыз емдегенде ол қалай кетеді ма, ішке қарай кіре ма, не істейді? Енді бәрі бір Алланың қолында. Біріншісі, Алланың алдына шығып сөйлемей ақ қояйық. Дегенмен
алланың берген шипасының нәтижесінде алланың әмірінің салдары Дұрыс болар. айтасыз. Енді 90-95% жағдайда жетістікке жетіп жатырмыз. Қандай күшті. Сонда жаңағы жап-жас қыздар барып щитовидныйда проблема болған кезде шаранасынан шығып тұрған көз ішке қарай не істей бастайды? Қайтып отыра бастайды. Неге Қандай десеңіз, керемет. біздің енді менің тәсілімде көбінесе иммуномодуляциялық ем, яғни иммунитетті жөндеу арқылы реттеу көзделген. Гормондарды біршама шектей тұрып, себебі жаңа айтып жатырмын ғой, гормонды жүйе иммунды жүйемен қатты тіл табысып өмір сүреді екеуі дос организмде. Сол себепті екеуін достастырып, Нормаға келтіріп, бір-бірімен тіл табысуын күшейтіп, соның салдарынан ем-дом тәсілі болып саналады. Қандай күшті. Сәбит Әлиевич, вот сізде мынандай нәрсе болып жатыр да, жаңағы айтып жатсыз ғой, өзіңіздің методикаңыз деп жатырмыз. Жаңағы біздің қаншама жұлдыздарын, атын атамай қояйық, жұлдыздарымызды сіз емдеп шығып жатсыз, қанша әншілерімізді. Енді бұны постоянно емдеп отыру керекпіз ба, или вообще мүлдем жазылып кететін уақыттар болады ма зоптан? Жазылып кететін уақыттар болады, бірақ созылмалы сырқат болуына байланысты біз бүйтіп айтамыз, стойкая ремиссия, яғни тұрақты ремиссияға жеткіздік деп айтамыз. Себебі толық айықты, ол шынайы келген кезде айықты. Бірақтан да енді медицина тілінде сөйлегенде біз стойкий ремиссияға жеттік деп айтамыз. Себебі енді жалпылама халықаралық ұғымдардан ауытқымай, себебі халықаралық ұғым бойынша созылмалы сырқат емделмейді дейміз, толық айықпайды дейміз, бірақ стойкий ремиссияға жетеміз. Керемет. Сондықтан өзіміз басқа шетел араламай, өзіміз қателік жасамай, қазақтың жерінде мықты дәрігерлердің арқасында емделуге болады, Рахмет сізге. Өте керемет подкасттың бірі болды. Әрине, сұрақ өте көп. Осының өзіне көптеген сұрақтарға жауап бердіңіз деп ойлаймын. Алдағы уақытта сізге Алла тағала күш қуат берсін. Өне беріңіз, өрлей беріңіз, қазақтың атағын шығарып, шетелдерге жаңағы біздің қазағымызды таныта беріңіз.